Барлық жерде бір әңгіме Каспи алақанмен төлем жасау жүйесін іске қосты. Осыдан 1-2 күн бұрын презентациясы болған, желтоқсан айында іске қосылады дейді. Бұл дегеніміз енді сауда орталықтарына баратын болсақ, телефонмен, картамен, наличка төлеудің қажеті жоқ. Жай ғана осы алақанымыз арқылы төлем жасап кете аламыз деген сөз. Бұл жүйе жалпы түпкі шыққан жүйесі біздің Қазақстан емес, әрине Каспи емес. Бұл шетелде бірнеше жылдан бері қолданыста. 2020 жылдары Amazon, 2022-де MasterCard, 2023 жылдары WeChat сияқты жалпы одан да басқа компаниялар істе қосқан. Және де сол жақтардың айтысы бойынша ең қауіпсіз төлем жүйесі және ең қауіпсіз биометрия деп осы алақан деп есептеген екен. Шынымен де енді ешкім сіздің алақаныңызды жұлып кете алмайды ғой, және де әркімнің алақаны әртүрлі деген сияқты. Енді бұл жүйе тек қана шетел емес, мақұл шетел былай тұрсын, біздің Қазақстанда да алғашқы емес, бірнеше жылдан бері біздің Қазақстанға да бұндай жүйе енген, бет арқылы төлем жасау, алақан арқылы төлем жасау деген сияқты жеке стартаптар болған, бірақ ол қарапайым және де орта, төменгі кәсіпкерлерге қолжетімсіз болды, өте қымбат болған, өте қымбат болды. Ал мына Каспидің бір фишкасы барлық халыққа қолжетімді, халықтық деңгейде жасағаны енді өте қатты қуанышты болып тұрмын. Сол үшін енді бұл алда уақытта мынандай бір жаңалықтар бар екен, ойлаңызшы, дауыспен төлем жасайтындар шығады, скоро бет жүзімізбен төлем жасайтындар шығады. Енді дауысты білмеймін, енді ол қаншалықты қауіпті, қауіпсіз екені, бірақ бет жүзімізбен, яғни FacePay, яғни бет жүзімізбен төлем жасайтын ол Каспиге енеді деп ойлаймын. Сіздердің ойларыңыз қандай? Чатқа жазып кетіңіздер. Бірақ бір нақты айтатын әңгіме бұл басқа банктерге қарағанда ең алғаш әрекет еткен және де барлығына қолжетімді етіп жасаған осы Каспи деп айтуға болатын сияқты. Чатқа жазып кетіңіздер ойларыңызды.